Балақай, бұрын сиыр сымбатты болған дейді. Бүгінгі тыңдайтын ертегі сымбатты сиыр жайлы хикая. Ерте заманда жануарлардың ішінде ең жүйрігі де, сымбаттысы да сиыр болыпты. Сиырға ешбірі ілесе алмапты. Келе-келе сиырға менмендік, өр көкіректік пайда болады. Бірде ол жайылымда жүрген жылқыға кездесіп: «Ей, ашқарақ, менің сөзіме құлақ сал. Сен өмірі күйіс қайтармайсың. Жетер осы жайылғаның. Менімен жарысасың ба?» дейді. «Мейлі, жарыссақ, жарысайық», деп жылқы келісімін береді. Олар өздеріне межелі жерді белгілейді. Жолдың ортасында кәдімгі суыр жарысқандарға су беріп, дем беріп отырды. Дегенде-ақ сиыр құйрығын шаншып алып, жылқыдан озып кетеді. Орта жолда ол: «Суыр, пасық, су қайда?» дейді көкіректеніп. «Сиыр, пасық, су мұнда», деп ызасы келген суыр сиырға боржып тұрып қалған суды ұсынады. Сиыр қарамастан сіміріп салады да тасырлатып әрі шауып кетеді. Сиыр бір қыр асқан соң, жылқы ентігіп жетіп суырға: «Суыр сұңқар, су қайда?» дейді. «Жылқы тұлпар, су мұнда», деп суыр риза болып жылқыға салқын, таза суды ұсынады. Салқын су бойын ширатқан жылқы сиырдан озып, межеге бұрын жетеді. Міне, содан бері жылқы баласы сұлу да сымбатты жүйрік болыпты. Ал сиыр сол оқиғадан соң демігіп, жүгіре алмай, шабан жүрісті болып қалған деседі.